Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте тез даярланатын, бірақ өте дәмді балмұздақ даярлаймыз. Балмұздақтың құрамы небәрі 2 заттан ғана тұрады, және оны даярлауға өте аз уақытыңыз кетеді. Балмұздақты даярлау үшін бізге 33%-дан жоғары 300 грамм сливки және 80 грамм қоюлатылған сүт қажет. Мен балмұздақтың өте қатты тәтті болғанын қаламадым, сондықтан мен 80 грамм қоюлатылған сүт қостым. Ал егер де тәтті балмұздақты қаласаңыз, онда 100-150 грамм қоссаңыздар болады. Алдымен 300 грамм сливкиді өлшеп аламыз. Сливки холодильниктен шыққан, суық болуы қажет. Әртүрлі торттарға крем даярлаған уақытта сливки өз формасын жақсы ұстап, жақсы араласын десеңіз, оны пайдаланар алдында 30 минутқа морозильникке салып қойыңыз. Сливкиді үлкенірек ыдысқа ауыстырып құйып алдым. Миксермен баяу жылдамдықта араластырып бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, аздап қоюлана бастаған уақытта біз сгущенкамызды қоса бастаймыз. Сгущенканы аздап қосып отырып, миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Сливки өз формасын жақсы ұстағанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Осымен біздің балмұздағымыз дайын болып қалды, енді оны тек қатыру ғана қалды. Егер де балмұздақтың силиконовый формасы болған жағдайда соған салып қатырсаңыздар болады. Ал егер де болмаған жағдайда кез келген контейнерге салып, бетін жақсылап жауып, 3-4 сағатқа, яғни балмұздақ қатқанға дейін морозильникте ұстаймыз. Дайын болған балмұздақты қатты тақтайға орнатамыз. Оның бетін міндетті түрде пищевая пленкамен жабамыз. Сол кезде ол морозильниктің артық иістерін өзіне сіңіріп алмайды. Мен қалған балмұздақты контейнерге салып, бетін жақсылап жауып қатырдым. Дайын болған балмұздақты на водяной бане ерітілген шоколадқа батырып алсаңыз болады. Оның үстіне арахис сеуіп немесе кептірілген жидектермен сәндесеңіз болады. Мен балмұздақты осы күйінде балаларға ұсындым. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде рецепті пайдаланып, жақындарыңызды қуантыңыздар. Мен өз каналымда тек қана ерекше рецептермен бөлісемін. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Менің каналымнан сіздер әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын, қысқа дайындық айдарынан әртүрлі салаттардың жабу жолын көре аласыздар. Менімен бірге болып, менің каналым дамуына үлес қосып жатқаныңыз үшін сізге мың алғыс.